Бүгін Ақжол газетінің 100 жылдық мерейтойына орай, сондай-ақ Рамазан айының алғашқы күнінде игі бастама ретінде артында мал қалмаса да тал қалсын деген үрдіспен Жеңіс саябағында 100 түп ағаш егілді. Шарада газеттің ардагерлері, сондай-ақ Ақжол, Знамя труда, Арай газеттерінің ұжымдары ағаш отырғызды. Биыл біздің Ақжол газетімізге 100 жыл толған бұл үлкен мерейтойлы газет атап өтіп жатыр. Соның аясында осы Ақжол газетінің басшылығы қала әкімшілігімен бірлесіп осы акцияны бүгін ұйымдастырып жатыр. Осы жерге тал егіп, ол да бір жақсы нышан шығар. Жеңіс саябағының бір бұрышында Ақжолға бір арнайы бұрыш беріліп отыр. Артымызда көріп отырсыздар. 100 жылдыққа 100 түп ағаш отырғыздық. Бүгін Әулие-Ата медиа холдингінің барлық қызметкерлері шығып, талдарды егіп, өздері суарып, күтіп баптауды бастап та кетті. Алла қаласа, бұл осы Жеңіс саябағының бұрышында Ақжолдың да бір жүрегі, бір бұрышы бар деген сөз. Ақжолдықтар алдағы уақытта осы бір бұрышты, осы бір теректерді өзінің қамқорлығына алады. Оңай, бірақ оны күтіп баптау қиын. Сол күтіп баптауға жауапкершілік сен саларда, мен салар, артқа жемді кім салар болмай, сол қалалық әкімшілігі бар, оның тиісті бөлімдері бар, сонымен бірге Ақжолдың өзі бар, ұжымы бар, сол бәрі қамқорлық жасап осы ағаштарды өсіру керек.